Ассаламағалейкум, құрметті достар. Ассалайкум. Отбасылық YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін түскі асқа баламыз екеуміз Самарқан палауын дайындаймыз. Сиыр еті, қойдың құйрық майы, күріш, сәрсәбіз, қызыл сәбіз, жуа, чеснок, помидор, чили бұрышы, болгар тәтті бұрышы, мейіз, тұз, ноқат, куркума, еттен алған дәмдеуіш, мақта майы. Алдымен біз етті турап бұқтырып аламыз. Өстіп қойдың құйрығын турап аламыз. Лавр жапырағы, чеснок, тәтті болгар бұрышы, жуанды да турап саламыз. Шай қасықпен 2 қасық тұз саламыз. Қара бұрыш, жарты шай қасық. Етке арналған дәмдеуіш. Одан 2 қасық саламыз. Оған 2 ас қасық шемешке май қосамыз. Жақсылап араластырып, пищевой пленкамен жауып, 3 сағат бұқтырып қоямыз. Ертеңге дайындайтын болсаңыздар, бетін жауып, тоңашқа салып қойсаңыздар болады. Етіміз дайын. Күріш, сәбіз. Мына біздің ноқатымыз. Ноқат 3 сағат жылы суға салып қойғаннан кейін, сыртындағы қабығын жуып алып тастаймыз да, қайтадан жылы суға құйып, бір түнге қойып қоямыз. Қазір мына мейізіміз шамалы жарты сағат бұқтырып қоямыз, сосын барып палаудың үстіне саламыз. Бізге қазір марлы керек болады. Сәбіз бен күріштің екі ортасын бөліп тұруға. Таза марлы болса, оны жылы суға салып, бір жуып алыңыздар. Салатын кезде, екі ортасын жабатын кезде, міндетті түрде ығылдап алу керек. Мынандай 2 жол май құямыз. Біздің 2 келі күрішке. Қазанның табанына күріш ет жабысқамау үшін, майға, қызып тұрған майға тұз салып жібереміз табанына бүйтіп. Біздің күрішіміз жабыспайды сонда. Тұз бен жуаны жақсылап майға қуырып аламыз. Майдың ащы дәмін кетіру үшін. Жуаны күйдіріп, қызартып алып тастаймыз. Енді осыған енді қойдың құйрығын салып қуырамыз. Қойдың құйрығын қызартып қуырып аламыз. Енді етті қуырамыз. Осылай етті қуырып аламыз. Ет қуырып алғаннан кейін лавр жапырақтарын алып тастаймыз. Етіміз осы жаймен қуырылып болады. Жарты сәбізімізді етпен бірге қуырып аламыз. Жуа қосып. Қалған жартысын су құйғаннан кейін барып саламыз. Сәбізіміз қуырылып болды. Енді осыдан қазір су құйып 10 минут қайнатып аламыз. Осының бетіне қалған сәбізімізді саламыз. Етіміз қайнай берем дегенше күрішімізді жылы суға 3 рет шайып аламыз. 2 рет шайып, үшіншінде 2 қасық тұз салып, жарты сағатқа бұқтырып қоямыз. Күрішімізді 2 рет шайып алдық, үшіншінде жылы су құйып, мынандай қасықпен 2 қасық тұз салып, жарты сағатқа бұқтырып қоямыз. Мінекей қалған сәбізімізді салдық. Мына бетіне бұрышымызды салып жібереміз. Ноқатымызды саламыз. Және мейізімізді саламыз. Осылай 10 минут қайнатып аламыз. Мінекей біздің 10 минут қайнады. Енді қазір осылай қылып марлыны бетіне жауып аламыз. Осының бетіне күріш саламыз. Осылай бетіне шай қасықпен 1 қасық куркуманы сүйіп аламыз. 1 ас қасықпен толтырып тұз себеміз. Осының бетіне қазір қайнап тұрған суды құямыз. Осылай бетіне 1 сантиметр көлемінде күріштің бетіне шығарып су құямыз. Енді осылай жай отқа қайнатамыз. Жарты сағаттан кейін бір аударып аламыз өстіп. Сосын чесноктарымызды бүйтіп отқа тығып қоямыз. Бетін жауып, жарты сағат баяу отқа пісіреміз. Міне біздің палауымыз дайын. Қазір табаққа саламыз.
Мінекей біздің палауымыз дайын. Өте керемет дәмді шықты. Біздің отбасылық YouTube арнамызға тіркелмесеңіздер, тіркеліп кетіңіздер. Және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет сіздерге. Сіздермен болған Бауыржан.